Сәлем достар, Googleға кабинет налогоплательщика деп жазамыз. Салық KZ сайтына осылай кіреміз, вайтипа ECP, выберите файл дегенде outs деген таңдаймыз, е? Біздің ECP-міздің outs деген түрін таңдап, паролімізді жазып, выбрать дейміз. Сөйтіп, өзіміздің бастапқы бетімізге кіреміз. Осы жерде налоговое заявление деген бар, соны таңдаңыздар. Міне, бірнеше заявление түрлері бар. Осының ішінде мынандай бар: продление, предоставление налоговой отчетности деген. Осыны таңдаймыз, и мына жерде біз туралы ақпарат шығады. Одан кейін үшінші ұяшықтағы 212 дегенді белгілейміз. Міне, белгіледім. Қазақстан Республикасы бойынша осындай жылдан бастап, яғни отчетты продлить етуге болады, созуға болады деген сөз, е? Соны белгілейміз, 212 дегенді. Келесі кеттік, астында код форма дейді. Мен 910 форма бойынша, яғни упрощенный режим бойынша созайын деп тұрмын. Сіздер өздеріңіздің, мысалы, 200-ші, тағы да басқа 100-ші форма деп белгілеуіңізге болады. Полугодие, бірінші полугодияны таңдадым, немесе екінші полугодиясы 2-ні таңдайсыздар, жыл 2023. Достар, мына жерде квартал, месяц деген сияқты неше түрлісі бар, я өздеріңіз таңдайтын, яғни формаға байланысты. Ал бізде 910 форма тек қана жылына 2 рет тапсырылады. Бірінші полугодияда және екінші полугодияда. Бірінші полугодия январь мен июньнің аралығы, екінші полугодия июль мен декабрьдің аралығы. Біз қазір бірінші полугодияны таңдаймыз. Так, енді кеттік, оның астына түсірейік. Мына жерде бізде код органа дейді. Код органа, яғни ИП қай жақта орналасты, соны сұрап тұр. Мына жерде біз сервисі, регистрационный данные таңдаймыз. Үнемі осы жерде біздер регистрация қай жақта тіркелгенбіз, соны қарай аламыз, е? Обновить етіп отырыңыздар, дата бүгінгі күнмен сәйкес келу керек. Так, асты қарай түсіреміз. Мына жерде по месту нахождения ИП Ақтөбеде орналасқан екен. Ал по месту жительства ол Хромтауда екен, көрдіңіздер ма? По месту жительства таңдамаймыз, по месту нахождения ИП таңдаймыз. Көрдіңіздер ма? Хромтауда емес, Ақтөбені таңдаймыз. ИП қайда орналасқан, соны таңдаңыздар, е? Код органаға. Бұл жерде бізге место жительства и ИП бұрын Хромтауда орналасқан болған. Қазір тек қана ИП-ні Ақтөбеге ауыстырған. Так, копировать етіп алдым. И жаңа 618-ді вставить етіп қоя салайын. Міне 0618 деп шығып тұр, город Ақтөбе. Таңдадым. Барлығын толтырдық, ешқандай қиындығы жоқ. Проверить заполнение дейміз. Так, ошибок нет дейді. Барлығы дұрыс деген сөз. Енді отправить в ОГД дейміз. Так. Мана біздер ECP-ның outs түрін таңдадық қой. Қазір екіншісін таңдаймыз, рыса түрін. Рысамен үнемі подписать етеміз. Аутспен үнемі кіреміз. Міне рыса деген түрін таңдадым, парольді енгіздім. И біздер заявлениені жібердік. Успешно обработано дейді. Давайте қарайық. Заявлениеге қайтып барамыз, налоговое заявление. Мына фильтрді жинап тастайық, найти дегенді басайық. Міне соңғысы біздікі. Бүгін мен жіберген күнім 11.08 болса, міне мына жерде тұр, УГД по городу Ақтөбе обработано уведомление деп тұр. Соңғысы, е? Енді уведомление дегенді басыңыздар. Басқаннан кейін ішін ашып қарасаңыздар, сіздерге жазып қойған апана қылып, мына жерде аты жөндеріңізді и астына срок қай күннен бастап, қай күнге дейін созылды дейді. 15 августтен 31 августке дейін созылды. Первое полугодие 2023 жылдыкі. Достар, назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осы каналда көптеген ақпараттар шығып тұрады. Сіздермен болған Нұргүл Кенжемұратқызы. Сау болыңыздар.